көр қос құдағи тілеу қор боп бақытын екі жастың өрлетіңдер қос құдағи тілеу қор боп бақытын екі жастың өрлетіңдер айхау думан-ай кім тұрған шырламай кім тұрған жырламай арналсын ақ тілегі аналардың осы ғой балаларын аялар күн шаттығы шалқи түсіп жас отаудың шаңырағы биік болсын балалардың шаттығы шалқи түсіп жас отаудың шаңырағы биік болсын балалардың айхау думан-ай кім тұрған шырламай кім тұрған жырламай қадамыңыз той қылып дүбірлетпек талабымыз арналсын құдалардың құрметіне барымыз бақыттымыз базарлымыз арналсын құдалардың құрметіне барымыз бақыттымыз базарлымыз шырламай кім тұрған жырламай кім тұрған жырламай баршамызды мына келіндердің ұсынып жатқан ағарғаннан шұбаттан дәм татуларыңызға шақырамыз.
Ал енді құрметті Жеминей ауылы келіп жатқан құдағайларды есік алдында ұстап қалмаймыз. Келейік, мына ағарғандардан дәм татайық. Күйеу баланы барлығымыз тамашалап тұрмыз ба? Ол дейтін кейіннен көре беретін рәсім ғой. Бері қарай жақындаңыздар. Енді мына ассалаумағалейкум. Құрметті қадірменді, бүгін мына Жеминей ауылына аттерлетіп келіп жатқан қадірменді құдалар. Қош келіп жатсыздар, қадамдарыңызға гүл бітсін дейміз. Гүлім. Құдайым бергей, айтқаным келгей, көп бергей, берекет бергей, асқа берекет, адамға қанағат бергей, гүллі бәледен аман еткей. Мына қосылып атқан балдарымыз бақытты болғай. Мына құдаларыңыз 1000 жылдық, 100 жылдық дейді ғой, бәрі оң бола берсін де. Амин. Рахмет. Ал енді, ассалаумағалейкум, құрметті де қадірменді, бүгінгі қуанышты мереке Ұлан асыр той деп жиылған қадірменді қонақтар, баршамызда қош келіп жатырмыз. Бісмілі сөз бастайын, сырлы өлеңмен Құдай сүйрік тіл берсе, кім бөгелген. Ассалаумағалейкум, баршаңызға той жасаса гүлдемен бүлдіренген. Еліңде той қазаның қайнап жатса, менің де артық емес. Іргемелден осы тойдың тізгінін бергеннен соң, тойыңды көтерейін түрлі өнермен. Бір балаң екеу болса, қуаныш қой, бақ қонып дүниедей дүрбелеңнен, сондықтан да қолдау көрсет, қолдан келсе, бақты да бірде бермей. Бірде берген, бірақ өзім баршаңызға той тілеймін, барлығыңның тойыңда өзім жүрмегенмен, бұзықтарың ержетіп келін әкеп, қызықтарың осындай той болсын күнде көрген. Рахмет. Түрегіміз түркі, қорегіміз жылқы, ұранымыз алаш, керегеміз ағаш, дініміз ислам, өзіміз мұсылман бола тұра, мұсылман баласы ретінде баршаңызбен ассалаумағалейкум деп амандасқанды жөн санап жатырмын. Уағалейкум ассалам дейтін ағайындар болса, бір қошемет жасап қолдап қойсаңыздар. Рахмет. Бүгін міне киелі Маңғыстау даласы 9 жолдың торабы берекелі мерекелі Бейнеу қаласы. Соның ішінде бүгін міне Жеминей ауылыменен Шоқтығы биік, шоғы 40 мылтық ауылының Ұлан асыр қуанышты мерекесі аралас құралас құдалық тойдың баршамыз куәсі болып жатырмыз. Құдалық той тойдың төресі демекші. Бүгінде осы шаңыраққа келіп жатқан қадамдарыңызға гүл бітсін. Ал енді әрмен қарай, бүгінгі қуанышты мерекенің басты кейіпкері осы екі баланың себебіменен осы шаңырақтан дәм татқан жайымыз бар. Баршаңызда қош келдіңіздер. Келіп жатқан құдаларға қош келдің тілектерімізді арнап, бүгінгі мерекені бастап берейік деп жатқан жайымыз бар. Ендеше осы Жеминей ауылының үлкендері болса, өздеріміздің ақжарма ақ тілектерімізді ақтара кетейік, және де өзіміздің ауылымызды келіп жатқан құдаларға таныстыра кетейік деген ұсынысымыз бар. Қазір мына құдалар алдымыздағы дәмдерден бісміллә деп нанан ұстап ала беріңіздер. Қазір келесі кезекте өздеріңіздің келіп жатқан состаптарыңызды таныстыра кетерсіздер. Енді мына Жеминей ауылынан бар ма? Өзімізді адамдарың құтты болсын. Мына 2 жас қой, себебісі 2 жас бақытты болсын, тек 2 жаққа теңдей қызметі берсін. 1000 жылдық құда, 100 жылдық күйеу болып, араласып, қатынасып жүре берейік. Жүрген жерлерің той болсын, тек тойда барайық. Таныстырайық. Ағам Нұрсұлтан деген аты. Бұнау нағашым Молбай, бұнау Нұрсұлу. Сосын Бекенбай деген күйеу болам 40 мылтық. Бұнау Жамбыл деген Найманың кластасы. Қайда кеттім деді. Қуат деген күйеу бар еді. Басқа кім бар бізде? Меш деген Нұрлыбай деген жолдасы. Қансұлу деген жеңгем бар.
Нұрсұлтанның жолдасы. Оның бер жағында менің нағашы апам, Нағиманың нағашы апасы Ажар деген. Сәлиманы сірі таниды, ойлап бәрі. Рахия деген менің апам. Мына қалғандар көршілер. Класстастары бар, мынерде екеу. Қазір кейіне өздері сөйлер, тосы айтады ғой. Сосын берген құдавалдарың Тәкөш деген. Алмас Тәкөшті үйреніп қалғанбыз. Ал бізде болған соң Нағимама. Құдалық екі жаққа да оң болсын. Қосылған балдар бақытты болсын. Алдарымызда аман жүрсін, өсіп өніп. Той болсын деп тойларда келсе берейік. Ал енді кішігірім осы бүгінгі мереке жасап жатқан үлкендеріміз өздерін таныстырып келіп жатқан құдалары қош келдің тілегін арнап бүгінгі мерекені бастап беріп жатқан жайы бар. Ал енді құрметті қонақтар, бүгін мына екі жастың Мирас пен Маликаның қуанышты мерекесі, осы екі рулы елді табыстырып жатқан екі баланың себебімен баршамыз осы қуанышты мерекеге жиналып жатырмыз. Бүгінгі шаңырақтың иесі Нағима ханымға бүгінгі той қуаныш құтты болсын деп бір қошемет жасап жіберіңіздер. Рахмет. Ал енді келесі тілектің тізгінін осы бүгінгі қуанышты мерекемізге тойдың төріне Құдай қонақ болып келіп жатқан, Құда деген статусты алып бүгін шаңырағымызға келіп жатқан 40 мылтық ауылынан бастап үлкендеріміз тілектеріміз арнасын деген ниетіміз бар. Ел ішіне жау келсе, ер жігіт жасып күдірмес, ел ішіне дау келсе, шешеннің тілі мүдірмес. Атаңның кегі болса да, алдыңа келсе құның кеш, бірің қазақ, бірің дос, тамырың бірсің түбірлес. Елдің көркі дария, жердің көркі қария, барында қадірін біліп ғұмыр кеш. Еңкейгенмен үлкенге, иықтан мойның үзілмес, қариялар алтын ғой. Барында қадір білінбес, күндердің күні келгенде, кімдердің белі бүгілмес депті жақсыларымыз айтқан. Қашанда ойып тұрып, төрден орын алып жүрген, Азиз басы қашанда ғазиз болып жүрген, осы 40 мылтық ауылының үлкендері бастап, ақсақал әкелеріміз бастап, ақжауықты аналарымыз қоштап, өздеріңіздің тілектеріңізді арнай кетіңіздер, және де таныстыра кетіңіздер. Ал мына құдалық оң болсын екі жаққа да. Тойларыңыз тойғыласын, мына ақ дастархан жайып күтіп албатсындар. Сау болың, рахмет. Бұл енді себепші екі баламыз ғой. Екі баланың себебімен бас қосып атырмыз. Балдар бақытты болсын, баянды болсын. Өсіп өніп те көпірлі шүпірлі болсын. Тойларымыз тойғыласын, тойға қатынасайық. Мен енді мұна әменнің құдағыңыздың әкесінің ағасының туған. 40 мылтық. Ассалаумағалейкум. Құдағайлар. Қадамымыз құтты болсын. Міне келіп атырмыз, себепші мына екі баламыз бақытты болсын, өні өссін, қатарларының алды болсын. Мына 40 мылтық ауылы, Жеменей ауылы әуелденде ауыл аралас, қой қорыласып отырған ауыл ғой. Мінеке құдалықтарымыз 1000 жылдық болсын, күйеу 100 жылдық дейді. Сол мәңгілік болсын. Міне сыйлап атырсыңдар. Сый құрметтеріңізге рахмет. Тойларың тойғыласын, балдарың бақытты болсын. Мен Абылла деген кісінің баласымын. Ол Абылла Жұмахан екі туыс. Соның Абылланың баласымын, атым Түркеш. Ал тойларың тойғыласын. Мына құдалық құтты болсын. Бәріңізге екі жаққа бірдей. Теңдей құдалық құтты болсын. Мына тойдың себепші 2 жасқа 2 жас бақытты болсын. Аңсаған арманына жетсін. Көргеніміз той болсын. Жақсы күнде тойда араласа берейік. Алтын көпір дейді, алтын көпіріңіз мықты болсын. Тойда кездесейік. Мен Әминнің ағасымын. Әкесінің інісімін туған. Атым Сәуірбай. Ассалаумағалейкум. Құдалар қалайсыңдар? Ал жастар бақытты болсын, аманшылық болсын. Денсаулық болсын. Өрлі-шүбірлі болсын тек. Мен мына Әминнің әкесінің
ағасының баласымын. Оң болсын, бәрі құтты болсын. Атыңды айтпай. Атым Нетілла. Tanıdın. Yine bunu salı gittik. Ne olacak bunu? Ana kişi en ulkan jengemiz Жаңа Нетілла деген баланың мамасы, қожаның қызы. Аты Қатша. Басқалардың атын білмесе кетем. Жаңағы жеңгеміздің міне андағы Әминнің нағашының жолдасы. Мақпал дейді. Ана кісі бір жеңгеміз Тоқтагүл деген міне. Жаңағы Түркеш палуанның жолдасы Гүлпаш. Қолын көтеріп қой. Ана кісі оның беріне менің жолдасым аты Қанжия. Ұмытып қалуы мүмкін. Ана Нетілла деген баланың жолдасы аты Гүлеш. Мынау Әминнің мамасы жаңа құдаңыздың. Мынау жаңа құдағайыңыздың ағасы Атол бала. Қала береміз ғой. Жолдасы тырысып жатыр дейді ғой, келмей. Мына кісі Әминнің құдағайы, үлкен қызының енесі, мамасы дейді ғой қазір. Ой, сендер өздерің бөліп ала бермін. Екі құдағай бір жерде отыр екен. Ар жағындағы да құдағай, жаңа Әминнің кіші қызының. Ырысгүлді жеңіп алған бәрін. Құдағай. Ең кішкентайының үлкен баласы. Исатай деген бала. Әминнің інісі Молдаш деген бала. Анау менің балам Қуанышбек деген. Анау Әминнің інісі Берікбай деген. Точно не видел. Куда? Мирасын бөлесі дейміз. Папасын аты? Жетібай ма? Кетейік. Мына бала Әминнің інісі Сәкенбай дейтін бала. Әне бәрің бір жерден. Кетейік. Гүлжан ғой, Анау Алдияр дейтін ініміз, Тойлыбай дейтін ініміз жаңа Нетілланың туған інісі енді Әминге аға болады шығар. Тазабай деген бала Әминнің бажасы, Әминнің ағасы. Енді міне яқтан ояқты не? Молдасы келсен алып. Аузыма жаңағы Сәкенбайдың атасы Алдан деген құдамыз. Мынау кісін жаңа қалып қойды бәрі. Столдың басында бірге отырамын, пайдасы жоқ. Қырқынтқы балышы қалып қойды екендер. Әминнің нағашысы. Міне ерде және бір бала қайтты. Мына күйеу. Тұрсынбай деген күйеу. Әкеміздің, өзім әкемнің туған қарындасы, одан кейін отырған, одан кіші қарындасы, Нағима, Қазина, Фатима дейді, Құндыз, бәрі де әкеміздің қарындастары. Сосын апамыз, әрі нағашы. Одан кейін төрде отырған құдағиларыңыздың апасы. Шандоз. Жетібайдың жолдасы. Одан кейін отырған Исен дейтін ағамыздың қызы. Одан кейін ең үлкен апамыз өзіміздің. Біздер өзі 5-7 ағайымыз, 2 қыз, 5 ұлымыз, сол ең үлкеніміз Қиуат дейтін апамыз.
Одан кейін отырған қарындасым, мен туған қарындасым Жансая дейтін. Одан кейін отырған апамыз Сәуірбай дейтін көкеміздің қызы, ең үлкен қызы. Камила дейді. Үлкеннен бастайын. Көрші жеңгеміз аты Зина. Одан кейін отырған Кеңесбай дейтін ағамыздың кейін жұбайы Зәуреш. Әшімбай дейтін ағамыздың жұбайы Жібек. Одан кейін отырған құрдасы Жәмила. Сәлима деген құдағиларымыз, жеңгеміз. Одан кейінгі де жеңгеміз, жаңағы Алдияр дейтін ағамыздың жұбайы. Тазагүл дейтін. Одан кейін Ағима дейтін құдағиларыңыздың апасы. Одан кейінгі Бауыржан дейтін жаңағы Бейсұлдың Әминнен кішісінің жұбайы Айгүл. Одан кейін Сәкенбай дейтін ағамыздың келіншегі Сағира. Қуанышбек дейтін құдаларыңыздың келіншегі. Одан кейін отырған менің жұбайым Нұрлана есімі. Бұлау құдашаларыңыз Назерке дейтін. Бөлесі қасында отырған Інжу. Енді күйеу балдарыңыз Мирас. Жігіт жолдас Әлім Қарқымалтық. Дәурен дейтін. Ал осымен болды. Ал енді әрмен қарай, осы Қырықмылтық ауылының үлкендері, аталарымыз, ағаларымыз тілектерін арнай кетті. Егеменде ауыл жақта аналарымыз бар, үлкендеріміз. Қырықмылтық ауылынан келіп жатқан құдағайлар, үлкендер жағы айтайық. Қайда? Құдағайлар. Құдалықтар оң болғай. Алдар бақытты болғай. Өмір жастар ұзақ болғай. Дендер сау болғай. Еліне елеулі, халқына қалаулы болғай. Барған жерде тастар, Құдай сіңгей, ата-енесімен ауыз біршілікті болғай. Үйшімен, отбасымен. Араға салынып атқан алтын көпір мықты болғай. 1000 жылдық құда болың, 100 жылдық күйеу болғай. Аңсаған армандарына жете берсін балдар. Мектептер ұзақ болсын, үбірлі шүпірлі болсын, дендер сау болсын. Қойларың тойғыласын, үнеме мына дастархандарың жақсы күнге жайылсын. Тойғыла берсін ауылыңызда. Келсек тойға келейік. Тойларың тойғыласа бергей. Жемене ауылы құдалық құтты болсын. Келген құдалардың қадамы құтты болсын. Екі баламыз бақытты болсын. Өссін, өнсін, түбі бір болып жапырағы мың болсын. Мына ортаға салынып атқан алтын көпір мықты болсын. Мына құда келеді деп Сейғұметке көп-көп рахмет. Баршаңызды тек осындай жақсы күнге жеткізе берсін. Тойшы қауым осына ортаға салынып атқан алтын көпір мықты болсын, екі баламыз бақытты болсын. Мына жасап атқан құдалықтарың оң болсын. Баршаңызға құтты болсын. Ал жақсы, тойға жиналған тойшы қауым, той оң болсын баршаңызға. Құдалар мына құдалық қылып, дастархан жайып, құрметтеп күтіп атсындар, оң болсын. Жеменей ауылы, нағашылары, жар ауылы, бәріңе де құтты болсын. Балдарымыз бақытты болсын, екі бала ғой, себепші. Араға салынған алтын көпіріміз мықты болып, тек сол. Алтын көпірдің үстінде тойға қатысайық тек. Балдардың қуанышты күніне қатысайық. Не қылдейміз? Бәріңе де осындай жақсы күн той тілейм. Той дастарханда кездесейік. Дастарханың тек үнемі тойға жайылсын. Тойың тойға жалғасын, Құдай. Құтты болсын. Ортаға салынған алтын көпір мықты болсын дейм.
Сол алтын көпірдің үстінде тек тойға барып, тойға келіп жүре беріңдер. Себепші 2 жас қой, 2 жас бақытты болсын. Сендердің қыздарың біздің ауылға жақсы келін болсын, келіндердің бірі болсын деймін. Біздердің балдарымыз сендердің ауылыңа жақсы күйеу болсын. Сол жақсы күйеулер бар, соның бірі болсын деймін. Осы тойшы қауым бәріңе де тек той тілеймін. Мына ақ дастархан жайып, қызмет жасап атқандарыңыз сау болыңдар, рахмет. Ақ дастарханға тек тойға келе берейік. Бәріңе тек денсаулық тілеймін. Денсаулықтың арқасында тойлап жүре беріңдер. Рахмет. Ал енді осы айтылған тілектердің баршасы қабыл болсын дейміз. Алдымыздағы дәмдерден баршамызды ала отырайық, соғыстыра, денсаулық көтерсе 100 граммнан ала отқан жақсы болады. Бүгінгі ортақ той қуанышта, осы құдалық той баршамызға да оң бола берсін дейміз. Енді мына тілекті әр айтсаң да, бер айтсаң да, осы 2 жастың бақытын тілеп келіп жатқаннан кейінде баршамыздың осы айтылған тілегіміз әрбіріміздің маңызды деп ойлаймыз. Себебі мына қуанышты мерекені тойды үлкен ресторанда да өткізуге болатын еді. Дегенмен де ресторанда болып жатқан 300-400 адаммен өтіп жатқан тойларды көріп жатамыз. Ең соңында 150-200 адаммен аяқталып жатады. Себебі сол 250-200 адам сол той жасап жатқан адамның шынайы шын тілектестері, шынайы шын бауырлары деп ойлаймын. Мына шаңыраққа шақырып жатқан себебіміз, құрметті қонақтар, әрбір айтылған тілектер осы шаңырақта айтылсын. 2 жастың бақытын тілеп келіп жатырмыз ғой. Қай жерде тілек айтсақ та баршасы періштенің құлағына шалынсын дейміз. Енді мына аналарымыз керемет тілектерін айтып жатыр. Қызымыз барған жеріне тастай батып судай сіңсін деген бір керемет тілекпен аяқталып жатады. Енді мына қыздың бір жерге барып тастай батып судай сіңуіне теңіздің де көп септігі бар екен. Теңіздегі әрбір толқын қай тасты да соғып тастаса, ол тастың жағаға шығып қалу әбден мүмкін. Сол айтқандай, осы Қырықмылтық ауылынан ешқандай толқын болмасын, осы Жемени ауылының қызы барған еліне тастай батып судай сіңіп, сіздердің инабатты, ибалы бір мақтан тұтар келін болсын деген тілегіміз бар, ниетіміз бар. Ал енді осы тілектің ішіндеміз, баршамызда осы тілекке қосыламыз. Үлкендер жағына барлығына тілек ұсындым. Енді осы ақсақал аталарымыз бар, ақжаулықты аналарымыз бар. Бүгінгі мерейлі мерекені бастап керемет тілектерін арнап жатыр. Сол кісілердің құрметіне әке ана жайлы әсем әнді жолдағанды жөн санап жатыр. Тойларыңыз той болсын. Жарыққа жеткізген әкем, мұңаймай қиын күндерге, бақытқа жеткізген әкем, перзентім мықты болсын деп, бар күшін сарп еткен әкем, қайратты қанаты сынбай, тағдырмен күрескен әкем, асқар тау жанашыр әкем, өзіңсің данашым әкем, өзіңдей әкем барда Аллаға шүкірлік етем. Асқар тау жанашыр әкем, өзіңсің данашым әкем, өзіңдей әкем барда Аллаға шүкірлік етем. Айтылмай көтеріп дүниеге келтірген анам, балам деп кірпіктеріне ұйқысын төрт бөлген анам, қайғырсам жұбатып күнде қуаныш сыйлайтын анам, Алладан амандығымды сұрайтын ақбел анам.
болса, қол соғып қошемет көрсетіп отырсаңыздар да болады, иә. Қолдың кірі дейді, анда-санда өстіп қолдарыңыз тазартып отырсаңыздар жақсы болады, құрметті қонақтар. Кірі болса, осы музыкант жігіттердің қолы кірі болсын екен. О, апа, вечерді бастап кеттіңіз ғой. Ал енді, құрметті қонақтар, бүгінгі мерейлі мерекені басында бастап алды, танысып алдық. Бір көрген біліс, екі көрген таныс, үш көргенде аттан түсіп қол алыс деген. Баршамызда бір-бірімізден танысып алдық. Қазір келесі тілекті ұсынған кезде екі ауылды бөліп жарып жатпаймыз. Баршамызда бірге тілектерімізді арнаған жөн болады. Сіздердің де столдарыңызға келді ма? Шақырып кіріңіз. Жаймендеп жаңағы перегар бар жерде періште болмайды дегендей болмасын. Енді мына тойдың тізгінін маған тапсырғаннан кейін сәл мағанда мұқият бөліп менде әңгімені тыңдасаңыздар деген ұсынысымыз бар. Ендеше құрметті қонақтар, бүгін осы қуанышты мереке ғой деп, бүгін құдаларың келді де қуанып шаттанып, құшағын айқар ашып жатқан бүгін мына Нағима анамыз ғой. Нағима анамыздың қуанышында бүгін шек жоқ. Әулетіме құдаларым келіп, бүгін табалдырығымды аттап келіп жатыр деп қуанып жүрген жай бар. Барша ағайын туыстың, бейім жұрттың баршасын ақ дастархан басына қосып, кереметтей бүгінгі құдалық той жасап жатқан жай бар. Енді осы Нағима анамыздың бүгін осы мерекеге арнайы алып қойған сый сияпаттары бар. Сол сыйлықтарды сіздерге бірте-бірте таратқанды жөн санап жатырмын. Дегенмен де ол сыйлықтарды алу үшін, апа, сізге сыйлық қызық емес па? Құрметті қонақтар, ол сыйлықтарды алу үшін не істейміз? Қазір музыкант жігіттер ән қосатын болады, кез келген ән. Сол әнді табамыз, қолымызды көтереміз, бір куплет бір қайырмасын орындаймыз. Микрофонды апарып беремін. Әнді орындаған қонақтарға керемет бағалы сый сияпаттарымызды ұсынып отыратын боламыз. Қандай? Сіз ойлана тұрыңыз ба, екінші микрофонды алып келгенше? Не істедіңіз аға, таптыңыз ба? Не ғой? Арш жағасында ғой. Жоқ. Алып отырмын мен енді. Жаңадан күнде тартып, онымен Арманымса... Дұрыс, айтыңыз. Айтып көріңіз енді, дегенмен. Арманым саған ауса, Самал соқса, жағалаудан, жүректе тербетілген жайығым. Айтқан кезде әнніңді қандай ән екенінде айтқан жоқсыз. Дегенмен тауып жатсыз, мына мерекені көтеріп жатқаныңызға алғыс айтамыз. Енді мына әнді тапқанмен орындаған жоқсыз, сол себептен сізге бір сұрақ қойып кетейін. Оңай сұрақ немесе қиын, қандай? Конечно, оңай жақсы. Оңай сұрақ. Есіміңіз кім еді аға? Есен. Есен дұрыс. Міне, болды. Есен аға жүректер ма? Рахмет, оңай сұрақ сондай болады. Ал кеттік, әрмен қарай келесі әнді жолдаймыз, мұқият тыңдайық, атсалысайық. Қандай ән апа? Әкеме. Жас едім өмір еркін ойламаған, күн ертең не боларын ойламаған, жарықтап кетсем дағы қанат қағып, өзіңдей қамқор әке қайда маған. Жарықтап кетсем далыс қанат қағып, өзіңдей қамқор әке қайда маған. Ой, рахмет. Рахмет апа, керемет орындау сізге, Сиси апа, тойдан тобықтай. Ал кеттік, келесі ән жолдаймыз, мұқият тыңдайық. Сіз әнді тауып алып көршілеріңізден сұрайды екенсіз. Қандай ән? Әлемнің жарығы, ол әнді кім айтады? Сіз айтасыз ғой, апай. Айтыңыз. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, даланың әр
sen mağan sen bergen kostardın kanatını samdağın babalık kuşlarım özüne arnalgan İyi. Samal jeli sayaba Birge aytayık, құрметті қонақтар. Ошағым мен үшін Есейіп кетсем де, мен саған сәбимін, көңілдер көктемдей көзіңнен танимын. Бәрекелді, рахмет. Мінекей, не деген орындау. Апа, керемет орындап жатсыз, дегенмен сізге оңай сұрақ, неге десе қиын сұрақ қандай? Қоя берейін ба? Екіге, екіні қосқан кезде қандай жағдайда 5 болады? 5 болады, қателескен жағдайда апатты. Ал кетті, келесі ән жолдаймыз. Кім? Оңай болсын деп Шәмші Қалдаяқов әкеміздің әндері ғой, иә. Ай туып келеді қият қағып жол жаққа қараймын сен жоқсың арайлы кешікпей келем деп ең мен тұрман елеңдеумен. Рахмет. Әннің ортасынан бастайтыныңыз бар екен, Құдайға шүкір Шәмші естіген жоқ, мұны әнді айтпесе жылайтын әсер. Сізге бір сұрақ қоя кетейін, оңай немесе қиын, қандай? Қоя бер, қайсысы болсын. Кез келген сұраққа. Африкада барлық адамдар қара нәсілді болады. Мен сияқты қап-қара болады. Африкада жаңадан туылған сәбидің тісінің светі қандай болады? Ақ болады. Жаңадан туылған сәбиде тіс болмайды ғой. Рахмет. Ал кетті, келесі ән жолдаймыз. Кім тапты негізі бірінші? Қандай? Сізге, апа, бір сұрақ қояйыншы. Сұраққа дұрыс жауап берсеңіз, мына сыйлық сізге берем. Сұраққа жауап дұрыс бермесеңіз де берем ғой, білесіз ғой. Сізге оңай сұрақ немесе қиын? Кез келген сұрақ. Мына бізде логический сұрақтар ғой бәрі. Мына қазанға тамақ пісірер алдыменен не саламыз? Көз жанарымыз саламыз. Енді тыныш отырайық. Сол қазанның орысшасы қандай? Қазан емес, октябрь екен, апа. Қазір бір керемет сыйлық табыстайыншы. Осы арада сендерге әрдайым орын бар деген бір керемет ән бар. Бүгін жастардың себебімен жиналып жатқаннан кейін осы әнді барлығымыз бірге айтайық. Сол керемет орындаған қонақтардың арасында мана күшті ұрысып жүрген бір апа бар еді, қайда? Осы дастарханға ешкімді кіргізбей, мына жерде бастық болып жүрген апа қайда? Апа, келіңіз. Келіңіз, апа. Сендерге әрдайым орын бар деген әнді айтатын боламыз. Барлық қонақ айтады. Соның ішінде кім керемет орындайды, соны сіз айтып бересіз маған. Түсінікті ғой. Сіз мұқият тыңдап тұрыңыз, ортада билесеңіз де болады, білгеніңіз жасаңыз, апа. Жүргізе салыңыз. Ал кеттік. Сендерге әрдайым орын бар дейтін әнді бірге шырқайық. Ақ қайыңдар төгіліп
Рахмет, құрметті қонақтар. Сіздерге бірдеңе жетіспей жатыр. Ауызбіршілік па, білмеймін. Бірге айтайық, бір кішкене бір тамақ ішіп отырған адамдар ұқсап, ағалар неге атсалыспаймыз? Бүгін жастардың себебімен келіп жатырмыз ғой. Осы жастардың бақытын тілеп келіп жатқан қонақтары болса, бірге айтайық. Ақ қайыңдар төгіліп нұр шашады. Қош иіс гүл басады. Алақанға қондырып ақ сәулесін, жас жұбайлар жарасып сырласады. Сендерге әрдайым ақ отау төріне қоныңдар, ақ тілек бақытты болыңдар, сендерге әрдайым орын бар. Ақ тілек батамыз мінекей. Бақытты болыңдар. Ата, келіңіз. Кім жақсы айтты деп ойлайсыз? Ана төрдегі ата. Кім төрдегі? Қайсы? Аттасым, өзіңіздің атыңызды ұмытып қалдыңыз ба? Бәрекелді. Апамызға бір сый-сияпат берейік. Тағы бар ма? Ішінде керемет орындаған. Тағы бір қонақты айтсаңыз бар. Сізге әнді керемет орындағаныңыз үшін. Барлығын құдағайларға бере екенсіздер. Сыбайлас жемқорлық болып қалған жоқ па? Құдағай құтты болсын. Болды ма? Өзіміз жақтан көршілерден. Нағашы апам баяны. Нағашы апам? Міне. Рахмет. Рахмет. Молодец апа. Керемет айттыңыз, өскенде әнші болыңыз апа. Баршамызда таныстыра кеттік, дегенменде енді екі ауылды бөліп жаржылатпаймыз. Құдалар жақтан бастаймыз. Содан кейін өзіміздің осы Жемени ауылынан келіп жатқан қонақтар тілектің ішінде боламыз. Ал енді кей кезде пәкперіште баласында, кей кезде ақыласқан данасында нағашы дейтін жұрт бар. Қазақта жиендер мен әзілдері жарасымды, қалайша сыйлай білсең анашыңды, дәл солай сыйлай жүрген нағашыңды деп ақындар жырлаған. Тұлғасы нардай, тілегі балдай, нар тұлғалы нағашы жиен бөле бажа балдызбын деген қонақтар болса, екі ауылдан да айта кетейік. Құдалар жақтан бастайық. Нағима, талаптарың оң болсын, балдар бақытты болсын. Тойларын той боласа берсін, тек аманшылық, тек тойда өстірік, екі жақта да оң болсын бәрі. Балдар бақытты болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті жамағат. Осы бақыт той бәріңіз жұғысты болғай, құдалық мыңжылдық болғай, екі жас өсіп өңгей. Бүгін біздің келіп жатқан қадамдарымыз құтты болсын. Мен осы 40 мылтық ауылына құда жеп жатпыз. Сендердің үлкен құдағайыңыз Ырысқұлдың ағасымын мен. Руымыз балықшы, осы атамекеннің қасында тұрамыз. Ана жайып атқан ақтас сырлығандарың тек әрдайым тойларға жайсын құдалар, тек тойда көрсек, тапқандарың тойға берсін, денсаулықтарың мықты болсын, ауыздарың бір болсын, мың жылдық құда болып, қатынасып жүре берейік. Тойларың тойласын, бүгінгі ақ-тілектерің бәрі қабыл болсын. Той жасаватқан Жемени ауылы тойларың құтты болсын, балықтарың құтты болсын. Құдаңыздың бажасы мен екі жас бақытты болсын тек. Тойлар тек дастархандарын әрқаша тек жақсы күнге тойға жайсын. Балдарыңыз бақытты болсын. Ақша келейін. Балдар бақытты болсын деп. Мына Жемени ауылы құдалық 10 жылдық күйік 100 жылдық болсын. Дастарханыңыз тойға жайсын дейді. Мен мына Әминнің бажасымын. Той қыласыздар.
бүгінгі құдалықтарың құтты болсын дек. Ал мына қыздарыңның бағы болсын дек. Қош келдік ал. Арыскөл, Әмин Сәлима. Дастар бақытты болсын тек. Мына құдалықтарың 1000 жылдық болсын тек. Араға салған алтын көпірлер мықты болсын балдардың. Ал тек 1000 жылдық құда болып араласа берейік. Құдалықтарың құтты болсын ал. Құдалы 10 болсын. Мына 2 жас бақытты болсын. Дастархандарыңыз тойға жайылсын деп. 1000 жылдық болсын. Мына құдалықтарыңыз 10 болсын. Мына араға салынып жатқан алтын көпір мықты болсын. Мына 2 жас бақытты болсын. Кексік үйлеріңізде той деп келейік. Дастархандарың әрдайым тойға жайылсын. Мен мына кімнің мирасты нағашы апасы боламын. Құдағайыңыздың апасы, атым Нағима болады. Тойшы қауым, мына құдалықтарың құтты болсын, мына Жеменей ауылы. Мына қайынсіңлім, мына Әмин, Сәлима келін. Мына құдалықтарың құтты болсын, мына 2 жас бақытты болсын. Алдарыңызда адал қызметі бұйырсын, 2 жаққа теңдей. Тойларың тойғыласын, тойда қатынаса берейік. Құтты болсын тойлар. Құрметті Жеменей ауылы, құдалығыңыз 10 болсын. Мен құдағайыңыздың нағашы жеңгесімін. Бегейдің әйелімін, атым Ұлғала. Ал 2 жас шаттықты болсын. Тек тойлағанымыз осындай той болсын, қызықтағанымыз ұл мен қыз болсын. Дәмдерден, сусындардан тоғыстыра-соғыстыра ала ішіп жеп отырыңыздар, тәбеттеріңіз жасылсын. Алдымызға манты деген тағамдар келіп жатыр. Астарыңыз дәмді болсын деп тілейміз. Құрметті қонақтар, енді осы арада қонақ кәде сұрайын. Әудемейтін қазақ жоқ деген. Осы ауылға мына ақ үйге қадам басып келіп жатқан құдалар қадам құтты болсын. Мына 2 жас бақытты болсын. Мен мына Нағиманың нағашы апасы боламын. Бұл енді Нағима өзі бір қолын ат етіп, бір қолын жеңетіп, мына балдарын жетістіріп, осындай дәрежеге жеткеріп жатыр. Аппақ қылып ақ дананы сендердің қолыңызға, құсыңызға қондырып жатыр. Ал енді құдағай қайсы? Құдағай, 2 құдағай тату болса, балдар тату болады. Жақсы болады. 2 жаңағы жолда жорға жүрсе, дорба жүрмесе, сол тату-татты болса, 2 құдағайға байланысты мына балдарды дана деген құртақандай әлі өзімізге баладай қолдап қуаттап көмектесіп жіберіңдер. Менің мына Нағимам отқа салса да сөнбейді, өшпейтін, суға салса да көнбейтін деп, мына Нағимам өзі бір өзі осыларды жеткеріп, мына жалғызым жапырағын жайсын. Мына жан жағында тумаластары бар, ағалары бар. Осыны қаумалап, осындай сіздерді ақ дастарханға шақырып жатыр. Қадамдарың құтты болсын. Енді мен осы мына бауырыма арнап ана туралы ән айтып жіберейін деп едім. Көңілім бұзылмасын. Шет жүрсем сағынарым, жабықсам жабығарым, анашым бір өзіңсің, табынарым. Анашым шалқып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Бауырым жыламады, қуаныштан көз жасы. Күйеу балдарым бар, балдарым 2-3 болып жатыр. Бұрында 2 күйеу балам бар, енді 3 болды. Жан жағым түгел балам, 4 бола. Жылама жаным, тек тойда жылайсың. Бәрекелді анамызға кімнің атынан деп айтайын? Нағашы жеңгеміздің атынан. Сіздің өнеріңізді бағалап жатқан жайы бар. Және де міне той иелерінің атынан сізге сый-сияпат. Рахмет. Рахмет ана. Міне өйтіп жылап бірдеңе қылып алдық әйтеуір. Болмаса бірдеңе бер апа.
Ал құдалар, қадамдарың құтты болсын. Құдалықтарың мың жылдық болсын. Екі жаққа да құтты болсын. Себепші екі баламыз бақытты болсын, бақытты баянды болсын, үбірлі-шүбірлі болсын. Халқына қалаулы, еліне елеулі жақсы бала болсын, тастай батып, судай жеңсін барған жеріне. Нағима құлдығым, балдарың бақытты болсын тек. Жайған дастарханың тойға келсін. Құдалар келсеңіз тек тойға келе берің, барсақ тойға бара берейік. Құдайым аманшылық, ауызбіршілік болсын ал. Мына құдалық екі жаққа бірдей болсын, құтты болсын, оң болсын, екі жас мейірманды болсын. Мына ата-енесіне қызметі бұйырсын. Ал тойға барайық. Мына төрден алған құдағайлар, орныңыз құтты болсын. Сол үшін тойға барайық. Саламайкүндер, Қырықмылтық ауылы, Жара ауылы, құдалықтарың оң болсын, алтын көпірлерің оң болсын, мықты болсын. Нағима қызың бақытты болсын. Мен Нағиманың бір үшті көші Бейнеудегі бөлесімін. Табынның қызымын, балықшының келіншегі, атым Ақзия. Данатай, жаным бақытты бол. Осындай тол дастарханның үстінде, ауызбіршілікте күліп ойнап, алтын көпірлерің мықты болып жүре бергейсіңдер. Бақытты болсын жастар. Қазақ жоқ деген осы қазақтың қара домбырасын арқалап жүретін жайым бар. Бүгінгі осы қуанышты мерекеде ау, кім бар тілек айтады? Құрметті қонақтар, осы қазақтың қара домбырасын арқалап шыққаннан кейін де бүгін екі ауыл арасын жалғап жатқан осы құдалық тойда кереметте әсем әнді жолдағанды жөн санап жатырмын. Бүгінгі тойға барша жақсы мен жайсаңдар жиылғаннан кейін барша жақсы адамдарым дейтін керемет әсем әнді осы бүгінгі тойға жиналған жақсы мен жайсаңдардың құрметіне орындап беретін боламыз. Сәндібек Ботабаев дейтін Қырықмылтық жігіттің сөзіне жазылған жақсы адамдарым дейтін керемет әсем әнді барша осы тойға жиналған жақсы мен жайсаңдардың құрметіне арнаймыз. Ал қабыл алыңыздар. Іздеп келеміз пайда, қол созамыз көп неге біз айға, күш табатындай, қос қанатындай, мейірім қайда, береке дейтін базарың қайда, иман мен дәстүр ғажабың қайда, әр қазақ менің жалғызым дейтін, қазағым қайда, жақсы адамдарым, бақыт өмірдің басқа адамдарын, тектілікпенен татулық дейтін, берік болсын шау тасқа малдарың, жақсы адамдарым, кем емесіңдер патшадан бәрің, бес күн өмірде жасалсын ылғи, жақсы малдарың, жақсы адамдарың. Бағаламаймыз қолыңда барды, жүрмеді көлмес жолында мәңгі, біз байып бірден бұзбайық мүлдем, адалдық заңды, адамдық заңды, жақсылар сауық құратын бүгін, көгімде жайнап тұратын күнім, жақсылығыммен жаудыртып жатыр, жаратқанымның арақын нұрын, жақсы адамдарым, бақыт өмірдің басқа адамдарын, тектілікпенен татулық дейтін, берік болсын шау тасқа малдарың, жақсы адамдарым, кем емесіңдер патшадан бәрің, бес күн өмірде жасалсын ылғи, жақсы малдарың, жақсы адамдарың, бес күн өмірде жасалсын ылғи, жақсы малдарың, жақсы адамдарың. Астыма мінген атын Геннадушка, давай қайлайық. Ставамын көңіл ашық, не мұнышқа, не стоит на сөбеде жететуге, азыра ойнап күлме маладушка. Ұрқияй, зұрқияй, қатирай, сағирай, гүлзирай, назирай, нағимай, батимай, әшеки қыз балжанай, бәлеңкей қыз маржанай, шашпаулы қыз сәлимай, еркелеген
келген Мариусай, тыңдаушы едік сәулем-ай. Я люблю тебя, Рая-ай. Қарағым айналайын, черный көзің, черный көзің, никогда не забуду айтқан сөзің. Второй, третий сорттар толып жатыр, первый сорт қайдан тудың сенің өзің. Үрқияй, зүрқияй, қатирай, сағирай, гүлзирай, назирай, нағимай, Фатимай, әшекей қыз Балжанай, бәленкей қыз Маржанай, шашбаулы қыз Сәлимай, еркелеген Мариусай, тыңдаушы едік сәулем-ай. Я люблю тебя, Бәрекелді, рахмет. Ой, рахмет. Бұл ақшанды апам салып жүрген шығар қалтаңа. Рахмет. Өнерді бағалап жатқандарыңызға мың алғыс. Бүгінгі мерекені көтеру, барша келген қонақтардың көңіл күйін көтеру біздің тікелей жұмысымыз болғаннан кейін барынша бүгінгі мерекені қызықты қылып өткізейік деп ат салысып жатқан жайымыз бар. Өнер сатылмады, өнер бағаланады деген бүгінгі кереметтей қуанышты тойда бағалап жатқандарыңызға мың алғыс айтамыз. Мына алған бергенде тұрған ештеңе жоқ, алған түске жетпес, ықылас естен кетпес, шын ниеттеріңізбен, ықыластарыңызбен менің өнерімді қолдап жатқандарыңызға мың алғыс. Маған да бір қол соғып қойсаңыздар. Тағы не берейін деп жатсың? Құрметті қонақтар, бүгінгі мерекені жалғайық. Құда деген Құдайдың братыдер, құйрық бауырлас атап тұратындар, Құда менен Құдағайды сыйлағандар, өмір бақи тәтті тұратындар деп жатамыз. Бектау жарасымен ажарлы болса, сүйіктелі Құдасымен ажарлы деген қазақпыз. Енді осы әулетпен бұрыннан қыз беріскен Құдағайлар болса, және де Құдалардың Құдасы болса, Құдай қосқан көршілер болса, тілектерімізді арнай кеткен жақсы болады. Жоқ, саған да айтып едім, мен айта кетейін. Ал аманшылық болсын, мына қосылып жатқан балдарымыз бақытты болсын, тойын той қыласын. Екі жақта да қарым-қатынастар күшті болып, тек тойда қатынаса берейік, дастархандарын тойға жайылсын, тек аманшылық болсын. Ал құрметті құдалар, қош көрдік. Құдалықтар оң болсын, Құдағай Сәлима, әмин, оң болсын құдалықтарым. Ұзағынан болсын, екі бала бақытты болсын, өссін, өнсін, жапырақтар жайылсын. Нағима Құдағай, бері қараңыз, сізге айтып жатыр. Кеш қалаппызың. Ал оң болсын құдалықтарыңыз. Қыздарын шақырып, мәре-шәре боласыңдар. Ұзағынан болсын. Екі бала бақытты болсын тек. Қызметі бұйырсын. Тек тойға келейік ауылға. Ал жақсы, міне Жеменей ауылы. Мына құдалықтарың оң болсын, құтты болсын, Қырықмылтық ауылы. Ортаға салған алтын көпір мықты болсын. Барсақ кетсек тек жақсы күнде кездесейік. Мына екі жас бақытты болсын. Қызықтарымыз осындай ұл мен қыздың қызығы болсын. Дастархандарыңыз тек жақсы күнге жайылсын. Сыйлап шақырып жатқандарыңызға сау болыңыз. Құдағай, Құда, балдарыңыз бақытты болсын, құдалықтарыңыз құтты болсын. Кенше, қайным, келінім, құдалықтарың құтты болсын, ұзағынан сүйіндірсін. Құда 1000 жылдық, 200 жылдық дейді, сол жағынан болсын де. Балдар бақытты болсын, тек біздің ауылға алдыңғы келіндердің қатарынан жақсы келін болсын де, алдыңғы келіндер де. Бақытты болсын балдар, келсек осы ауылға тойға жас күнге келейік. Құдағай, құдалығыңыз 1000 жылдық болсын. Жаңадан келіп жатқан құдағайлар, қадамдарыңыз құтты болсын. Екі жасты маңдайы болсын. Әрқашан жүздері жарық болып, екі жаққа теңдей қызметтері бұйыра берсін. Әрқашан келсек, той деп келейік. Қонақтар, мына Құдағай болып келіп, Нағима қызымыз, мына көршіміз біздер. Ұрғымыз әлім. Енді бірге отырмыз, ағайын қарындас бәрі бір кісінің баласындай осы жерде. Мына қызын ұзатып, бүгінгі күні ел халық көршілерін жинап, Құда жегжатын шақырып атқан екен. Құдайым дастарханы тойға жайылсын. Екі жас бақытты болсын. Дана деген қызымыз дана болып кетсін. Еліне елеулі, халқына қалаулы, жақсы мақтаулы келін болсын. Дені сау болсын.
Құдайым келсеңіз тойға келіп, біздерде аман отырайық тілегін тілеп. Құда-құдағайлары, келген құда-құдағайлар, төрден алған орындарын құтты болсын, қызымыз дана, бақытты болсын, халқына қалаулы, еліне елеулі, үлкен азамат болып жетісе берсін. Нағима, қызыңды шақырып күйеуіңді бірлеп аттың, ұзағына осы балдарының қуанышында жүре бер. Бәріңе той тілеймін. Құдалар, мына Қырықмылтық ауылы, мына Жеменей ауылы менен құда болып құдайласып жатсыңдар. Оң болсын, құтты болсын, екі бала бақытты болсын, бақыты баянды болсын деймін. Тек барған жеріне тастай батып судай сынсын. Нағима, айналайын, мына қызыңның бақытты болсын. Дастархан жайып, бәрі құдалар шақырып жатсын, бәрі оңына болсын, денсаулықтарың мықты болсын. Тойшы қауым бәріңізге той тілеймін, денсаулық тілеймін, бәріңізге де. Тек Дастархан әрдайым тойға жайыла берсін. Көршілер, баршамыз тілектерімізді арнап болдық па? Ал қол шапалақтап қояйық онда. Апамыздың тілегін орындап жатқаным ғой. Ал енді осы айтылған тілектердің баршасы қабыл болсын дейміз. Құрметті қонақтар, бүгін мына құдалық той, тойдың төресі демекші. Бүгінгі құдалық той мына екі рулы елді, екі құданы бір-бірімен таныстырып, құда деген, құдағай деген статусты алатын той ғой. Енді мына бүгінгі мерекенің қызықты сәтіне де келіп жеттік. Құйрық бауыр деген бізде дәстүр бар, сол дәстүрді жасайық. Алдыменен балауыздар құда құдағайды әмейменен Сәлиманы ортаға қарсылайық. Әрине қошемет көрсетейік. Ортаға балауыз құда құдағайды шақырайық. Құдағайларға берейік бір-бірден. Енді жемей тұра тұрыңыздар, қазір мен айтамын. Енді құрметті қонақтар, қазақта құйрық бауыр деген кәде бар, өздеріңіз білесіздер, жеп болғаннан соң ақша салатын бәле бар. Енді осы құйрық бауырды күйдің серуендеуімен өздеріңізге табыстайық. Қазір құдағайлар тілектерін арнай өтсін. Кеттік, құйрық бауыр. Екі жаққа табыстайық. Келіңіздер, құдағай. Ортаға келіңіздер. Құдағай, өмірлік жан-жарыңыздың қасында тұрасыз ба? Өтініш. Енді сіздердің бір тілек бол. Құрметті құдалар, дастархан жайып сыйлап атсыңдар. Сый құрметке рахмет. Екі баланың себебімен екі бала бақытты болсын. Аманшылық болсын, ортаға салып отқан алтын көпіріңіз мықты болсын. Баршаңызға той тілеймін осы. Дастархан жегіндер. Аманшылықта тойда кездесейік. Үлкен кісілеріміз аман болсын. Сол үшін. Құда-құдағай, құдалықтар оң болсын. Екі бала тек бақытты болсын. Араға салынған тек алтын көпір мықты болсын. Құдалар, қош келдіңіздер. Кішкене жастаумын. Ондай заттарды көп білмеймін. Айып етпейсіздер, құттай. Кішкене өтене жол болашақта болады бәрі зат. Осы бірінші рет құда болып өсіп тұрып атқан, құттай әлі түсінбей атқан бар. Құдалар, қош келдіңдер. Алтын көпірлерің мықты болсын. Осы тойдың себепшісі екі балам бақытты болсын. Құда-құдағайлар, қадамдарың құтты болсын. Қадамдарыңа гүл бітсін. Барлықтарыңа рахмет, мені сыйлап келгендеріңе. Құрметті қонақтар, көріп жатсыздар, мына талас деген сөзге жоқ болғанмен өте ақжүрек. Бүгінгі мерейлі мерекеде осы қарындасымыз ұзатылды деп жаңағыдай қыз беру әрине оңай емес, бауыр етіңді жұлып бергенмен бірдей. Апа, сізге ақша керек болмаса айтыңыз енді. Ана ақшаны алыңыз, или мен алайын. Просто мен ақша дейтін заттарға көзім жақсы түседі. Апам маған қарайды. Ал енді бетейік, келіңіздер. Көп созбайық, әдептен озбайық, мына үлкен кісілерді көп ұстау қылмайды. Аға, ортаға қарай келіңіз. Енді болды яғын, менің бартым тастап кетсеңіздер болады.
бір-бірімізге құйрық бауыр асатып төс қақыстыру деген құда деген ұстап кезегім келді. Енді қос құдаға қошемет көрсетейік. Рахмет. Жалпы білмеуің бар екен енді. Қобалжуда бар екен бірақ. Көріп жатырмын, енді бара-бара жайлап үйреніп кетесің. Әлі әрмен қарай үлкен тойдың бәрі алдыда ғой. Енді келіңіз. Мына құда баламенен құдада қызық жоқ. Бұл кісілер енді бір-біріменен кереметтей құдаласа беретін, бір-бірімен араласа беретін жайы бар. Жаңағыда екі баланың арасында сәл бір кекілжінде әңгіме болып қалатын болса, құда айтатын сияқты, жаңа біздің баланың мінезі бар еді, атаңлайды, аузыңа ие болмайсың ба, кішкене баласын жіктейді, қарындасым жайлы жаңа сөйлеп қалатыны бар еді, содан шығар деп бір-біріменен күшті болып, жаңа құда болып, құда бала деп араласып кететін кісілер ғой. Бұлар емес, ең қызықты, маңызды сәт мына кісілерде болып тұр ғой. Особенно мына кісілер, десең, ойнап айтамын, келіңіз, келейік. Келіңіздер. Енді мына рахмет сіздерге. Мына құдағайларға кезекті берейік. Барша қонақтар көрсін, бір-бірімізге құдағайлардың құйрық бауыр асатып жатқан, құдағай деген ұсталып жатқан. Енді бір-бірімізге құйрық бауырды асатамыз дегенмен мына келіндер зубочистка дейтін дүниеге тығып келген екен, бір-біріміздің таңдайымызға тығып алмай, жаймен бір-бірімізге асатайық, және де осы балапандарыңыздың неше баласы болсын деп тілесек, сонша рет бір-бірімізді құшақтасақ болады. Ал кет. Екі, үш, құдағайлары бір-бірін сүйетін еді. Төрт, бес, бәсе. Рахмет. Сіз де құда балаға беріңіз, 2000 бердім деп екеуін алдыңыз ғой. Енді сіздермен рәсім бітіп қалған жоқ, келіңіздер. Қалай, дәмі жақсы ма екен? Дәмі жақсы ма? Иә. Кетейік. Мына құрметті қонақтар, бүгін екі рулы ел бір-бірімен табысып, құда болып атанып жатырмыз. Қызымыздың жақсы мінезі бар, ұлымыздың жақсы қасиеттері бар. Оны осы бүйім жұрттың алдында айта кетейік. Менің ұлым деп тұрып айтыңызшы. Менің ұлым үш жақсы қасиетін айтыңыз деп. Менің ұлым осындай, менің ұлым осындай. Неге сіздің балаңыз ба? Менің ұлым қандай? Жақсы. Менің ұлым? Жақсы. Сосын? Тағы жақсы. Бәрекелді. Жақсы балаға қол соғып қойық, мирасқа. Мирас қайсысы өзі? Біреу арық, біреу семіз, әйтеу қайсысы екен таба алмайтын жоқ. Тауатыр, Мирас жақсы жігіт екен. Біздің қыз қандай? Менің қызым деп тұрып, үш жақсы қасиетін айтайық. Мен қызым да ақылды, инабатты, үлкен сыйлап, кішіне құрметтейтін шығар деп ойлаймын, өзім берген тәрбиеме. Шүкір Алла, қызым менен өзім, бәрі ұлыммен де, қыздарыммен де өзім мақтанам, бәрі де енесінің қолдарында, келінім де өзім қолымда, шүкір Алла, бәрі де. Бірінші Алланың, екінші өзімнің, шүкір Алла, балдарым, қыздарым, өзі сол балдар қыздарыммен мақтанам, шүкір тәрбиелі деп бағалаймын. Рахмет. Енді мына құрметті ағайындар, қарға баласын әппағым дейді, кірпі баласын жұмсағым дейді деген сөз бар. Енді бұл сөзді мен шығарған жоқпын. Сол айтқандай, әркімге өзінің баласының әрбір қылығы, әрбір бұзықтығы өзімізге әдемі бір керемет қасиет болып көрінетін шығар. Енді мына мен енді айтып жатқан жоқпын, бұл айтып жатқан қасиеттерін. Сіз жаңағы жақсы деген сөзіңізді өзіңіздің балаңызға емес, менің келінім жақсы, менің келінім не деп жүрсеңіз, сіз жаңағы айтылған ұзақ жарты сағат сөйлеген сөзіңізді бұйырса күйеу балаңызға немесе балам деп қабылдасаңыз, мирасқа айтып жүрсеңіз, екі баланың шаңырағы ешқашанда шайқалмайтынына біз кәміл сенеміз. Рахмет. Ау апа. Азғантаймен балдарға қоса кететін әңгіме бар сұрайды. Жақсы, енді мына Сәлиманың
үй алып тұрған несі ғой енді. Бұрын мұндайды көп не қылмаған, мына құда бала ұқсап. Мама, сен білесің, сен істейсің деп маған сүйініп кеткен. Жалпы мына жаңағы кім аты да жадыма түспей, жаңа жеңіл атын айтыңызшы. Қайтса? Дана. Дана балам 6-шы келін. Құдайға шүкір 5 несі бар енесі менен алдында. 5 келін, Дана 6-шы келін. Алдыңға келіндердің жолын ұстап, соның ізіне ізбасар болып еріп кетсе, Құдайға өйім демеңіз. Бәрі де орнында болады. Аллаға шүкір, балдар жақсы. 5 ұл, 3 қызым бар. Солардың жолын қуып, тек солардың арасында. Солардың бірі болып, ізбасары болып кетеді деген ойымда бар. Алла сол тілегімізді берсін тек. Мына балдар бәрі маған сүйініп кеткен ғой, Сәлима депті. Сенің қызың, сенің балаң деп. Мирас та жалпы менің балам. Сосын айта алмай да тұрған шығар. Мирас жақсы бала, қыз мінезді. Ода жаңағы неге несі жоқ, мінезі жоқ. Енді өзім ойым солай, тәрбием де солай. Тек балдар аман болсын, Құдағай. Тек балдардың қуанышты күнде кездесейік. Бәрекелді, рахмет. Нема, апай, келіңізші. Енді осы келіп жатқан Дана келіндеріңіз бұйырса 6-шы келін дедіңіз ба? Бәрекелді. Бұйырса 6-шы келіннің қолынан шай ішейін деп жатсыз. Негізі мына? Дана келініңіз қолыңызда тұра ма? Қолыңызда тұра ма? Қолымда тұрады ғой, енді қайыққа барады менің қолымда. Соны сұраш деп айтып отыр еді ғой. Рахмет. Алтынға 5 келіннің шайы бөлек, Данамның шайы бір бөлек екен. Бәрекелді, рахмет. Барша келіндердің шайы бөлек, Данамның шайы бөлек деп жатсыз. Алдындағы келіндерден шықпады өліміз. Кеш жібердіңіз ба бәрін? Бәрін жібердіңіз ба? Жолымды берсін бәріне де. Ертең немере болған ақта түсінеді бәрі. Қазір түсінбейді ғой бірақ. Түсінбестік қылмас, түсінбейтіндей келін жоқ. Бәрекелді. Рахмет. Апа, өркендей беріңіз, өсе беріңіз, әулеттеріңізге келін түсе берсін, қыздарыңыз бір әулетке демі ибалы келін болып кете берсін деп тілейміз. Тек қана қуанышты мерекелерде осындай тойларда жүздесіп жүре берейік. Шаршамаңыз, шаршасаңыз осындай қуанышты тойлап шаршаңыз деген тілегіміз бар. Әулетіңізге келіп жатқан алдындағы келген келіндерден де немере шөбере шөпшек сүйіп, немененің қолынан су ішкейсіз апа. Ұрпақтарыңызбен мың жасаңыздар, әулеттеріңізде той арылмасын деп тілейміз. Рахмет. Енді ол өссе өрсін, қыз өссе ырысың деген бүгін екі рулы ел бір-біріменен табысып, осындай құдағай атанып жатқан жайы бар. Енді құда деген, құдағай деген алып жатқан статустарыңыз құтты болсын. Қос құдаға бір қошемет жасайық, орындарына жайғасты. Қонақтар, әрине әзіл әңгіме ғой. Әзіл сөз күлмекке жақсы деген бүгінгі кереметтей қуанышты мерекеде мұңды болып отырмайық. Осы жастардың бақытын тілек бергеннен кейін бәршамызды атсалысып отырайық деген ниетте бүгінгі кереметтей қуанышты мерекені жүргізіп жатырмыз. Жанып тұрған шырағың арайла бәрбір күннің атары бар, қыздары бәрбір түннің батары бар, жақсы жезде әкеңмен бірде деген қазағымда осындай керемет мақалы бар. Апа жезде аға жеңге, іні келін, қыз күйеулер, барлық тұмаластар тілектерімізді арнай кетейік. Той қонақтары, құдалар, құдалықтарың ұзағынан болсын, мың жылдық болсын, жастар бақытты болсын, дендері сау болсын. Ортаға барсаңшы, күйеулі. Құдалардың ауылында той бола берсін. Құрметті құдалар, құдағайлар, бүгінгі құдалықтарың оң болсын. Тумаластарым, сіздерге де оң болсын, құтты болсын. Сыйлап шақырып атсыңыз дастархан жайып. Рахмет, сау болың. Осы дастархан тойға жақсы күнге жайсын, келсек той деп келейік.
Ол ортаға салынған алтын көпір мықты болсын. Сол алтын көпірдің үстінде тек араласып, құда жекжат болып жүре берейік. Бауырым, Мирас, келін, бақытты болыңдар. Тек екі жаққа қызметіңіз бұйырсын. Тек жақсы келін бол апаның деймін. Тек тумаластардың үйлерінде тек той бола берсін, осындай құдалық бола берсін, соның арасында тек шалқып жүре берейік. Той көп болсын деймін. Қош келдіңіздер, құдалық бәрімізге оң болсын. Інім мен келінім бақытты болсын. Осындай кең дастарханда отыра берейік, бәріңізге денсаулық, ұзақ өмір, сол үшін алып қояған. Құрметті қонақтар, Шеменей ауылы дастархандарыңызға рахмет, көп құдалары келді деп сыйлап жатсыңдар. Рахмет. Үйлеріңізде той болсын тек, ортамыздағы алтын көпіріміз мықты болсын тек. Екі жаққа тек қызметтер бұйырсын. Бауырларым бақытты болсын тек. Көп рахмет. Той болсын тек. Тойлыбаймен кеңес сөздерін Құлақтар мұңыздық болсын. Екі жас бақытты болсын. Аңдай болсын. Ендері сау болсын. Той көп болсын. Той жалғасын тауы берсін. Ал жақсы, құда-құдағайлар, құдалықтар оң болсын. Балдар бақытты болсын. Дастархандар тек тойға жайсын. Барсақ келсек тойдап берейік. Осы қонақтардың барлығыңыз үйде той болсын. Тойларын той қыласын. Балдар бақытты болсын. Ал жақсы, құрметті құдалар, құдағайлар, той қыласын тек алтын көпір мықты болсын. Баршаңызға тек той тілеймін, балдарымыз бақытты болсын. Келсек тек жақсы күнге тойға келейік, барсаңдар жақсы күнге тойға барған. Баршаңызға той тілеймін тек. Құдалықтарың оң болсын, құтты болсын, екі жаққа да. Алдымызда осы екі жас бақытты болсын, алысты жақынды қылып, таныстырып жатқан осы екі баламыз ғой. Бақытты баянды болсын, алдарымызда тек қызметі бұйырсын, келсек те тойға келейік. Жақсы күніміз осындай көп болсын. Жеменей ауылы тойларын тойласын. Екі жаққа да құтты болсын тек. Құдалықтарың 1000 жылдық болсын, 100 жылдық болсын тек. Алтын көпірлер мықты болсын. Келсек той деп келейік, той деп барыңдар. Балдарымыз бақытты болсын, бақыттар баянды болсын. Үбірлі шүбірлі болып өніп өсе берсін деп. Барша тойларын құттықтап келіп жүре берейік деп. Ал жақсы, мына Жеменей ауылы жасап жатқан құдалықтарың құтты болсын. Қырықмылтық ауылы ортаға салынып жатқан алтын көпір мықты болсын. Жәлима келін, қайным, алып жатқан келіндерің құтты болсын. Құдағай сізге де күйеу қолдарыңыз құтты болсын. Той тойлап өстіп жүре берейік. Тойға келейік, сіздің ауылға келсеңіз. Біз ауылға барсаңыз тойға барып. Құтты болсын. Ассалаумағалейкум құдалар. Қош келдіңдер. Мына құдалық жасап жатқан құдаларыңыз құтты болсын, оң болсын. Мен осы үйдің үлкен күйеу баласы едім. Есім Амал, руымқынан орыс. Осы, мамам, үлкен күйеу. Мына келіншегім. Тек той құтты болсын, өстіп тойлап, бір-бір өйдеп барайық, өйдеп келейік. Оң болсын. Құда-құдағайлар, қош келдіңіздер. Қадамдарыңыз құтты болсын. Мама, құдалығың құтты болсын, ұзағынан болсын. Тек күліп ойнап жүре бер, жыламай еш жоқ. Бәріңізге де құтты болсын. Ал құдалар, қадамдарың құтты болсын. Бәріңе де. Мына екі баламыз бақытты болсын. Ауыздары бір болсын. Мына ортаға салған алтын көпірлерің мықты болсын. Дендерің сау болсын, аманшылық болсын. Бәріңе де той тілеймін, құтты болсын тек. Айтамыз. Мен мына құдағайың Нағимаңыз апасы боламын. Бізде 40 мылтықтамыз, жолдасы мәне отыр құдалардың арасында. Ана қызым бақытты бол. Аңдайым болсын.
Аман жүріңдер, дендерің сау болсын деп. Той тілеймін бәріңе, тойшы қауымдар. Көршілер, мына алыстан келіп жатқан апалар бәріңе де рахмет, сау болыңдар. Құда-құдағайлар, қадамдарың құтты болсын. Мен Нағиманың апасы болам. 2 жас бақытты болсын. Өздерің ізбасарларыңда үлкен құдағай ұқсаған, үлкен семьяның бірі болып жетсе берсін. Үлкен азамат болсын мираста. Міне деген. Барлығыңызға да той құтты болсын. Не қылдаймыз? Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Құдаң құтты болсын, оң болсын. 2 жаққа салынып жатқан алтын көпір мықты болсын. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Той құтты болсын деп, құдалық оң болсын. Ортаға салынып жатқан алтын көпір мықты болсын деп. Баршаңыздың үйіңізде тек осындай ақ дастархан басында той бола берсін деп. Бір қызыма деген бір керемет әсем ән бар. Ал қабыл алыңыздар. Ақ болсағаңды ақтарсын қалқам, анаңның қимашыр мен қызым. Сүрінбе қызым, құлама қызым, күлімде мәңгі жалама қызым. Әкеңдей қамқор болады өдемен, тапсырдым сені құдама қызым. Сүрінбе қызым, құлама қызым, күлімде мәңгі жалама қызым. Әкеңдей қамқор болады өдемен, тапсырдым сені құдама қызым. Бойтұмарымдай гүлімен қызым, бой жеткенің бей шыным мен қызым. Бағыңды іздеп бара жатырсың, әкеңнің қимашыр мен қызым. Сүрінбе қызым, құлама қызым, күлімде мәңгі жалама қызым. Әкеңдей қамқор болады өдемен, тапсырдым сені құдама қызым. Сүрінбе қызым, құлама қызым, күлімде мәңгі жалама қызым. Әкеңдей қамқор болады өдемен, тапсырдым сені құдама қызым. Тапсырдым сені құдама қызым. Бәрекелді, рахмет. Құрдастар, достар, бар ма? Шақырайық. Тойшауым, тойдан құтты болсын. Қосылып жатқан 2 жас бақытты болсын. Өздерінен көбейе берсін. Басқандарың әрдайым тойға жайылсын. Жүргізіп жатырмын, мен өзімді таныстырсам, руым табын, ойымда жалын, бойымда азынаулақ дарым бар жігітпін. Тәуелсіздік алған жылдан 1 жыл кейін тусамдағы Алладан басқа ешкімге тәуелді болған балаң емеспін. Фамилиям Эйнштейн болмаса да, атым Альберт. Немістің Альберттің басына алмағұлақ физик болған болса, біздің басымызға домбыра құлап өнер қуып жүрген жайымыз бар. Әйтеуір біреудің алды болып, біреудің арты болып, кейде макарон, кейде манты болып, өзіміздің күнімізді осындай адалынан өнер жолында көріп жүрген азаматтың бірімін. Маған да бір қол соғып қойсаңыздар, құрметті қонақтар.
Айта берейік. Ал жақсы, құда-құдағайлар, адамдарың құтты болсын деп жатқан. Ал Нағима, құдалық оң болсын, құтты болсын. Балдар бақытты болсын, ортаға салынып жатқан алтын көпірлерің құтты болсын. Екі жаққа балдардың адал қызметі бұйырсын, өссін, өнсін. Балдар бақытты болсын. Біздер Нағиманың кластасымыз. Құрметті құдағайлар, қадамдарың құтты болсын, бәрі қайнағаларымыз екен. Нағима қызыңның бағы болсын бармақтай. Сіздерге де келіндеріңіз құтты болсын дейміз. Екі бала бақытты болсын. Біздер жаңа көп едік, бәрі әртүрлі шаруаларменен кетіп қалдық. Келіп, Ақтаудан келіп, оң болсындарын айтып кетіп қалған құрдастарымыз бар. Дастархандарың әрдайым тойға жайылсын. Сол сіз біздесіп, құда-құдағай болып, әдемі болып жүре беріңіздер. Балдар бақытты болсын. Мен 7 жарым келінімін. Жолдасым аты Жақай болады. Нағиманың кластасымын. Құдалықтарың оң болсын. Нағима қызыңның бақытты болсын. Тойда қатынаса бер. Мен де Нағиманың кластасының жұбайымын. Башасы қабыл болсын деп тілейміз. Енді Мирас пенен Малика келіңіздер ортаға тұрып, бүгінгі құдалық той жасап жатқан мамаларыңыздың осы той үйлерінің қорытынды тілекке кезекті бергенді жөн санап жатырмын. Енді әрине үлкен кісілерді көп ұстауға болмайды. Қай жерде де жердің киесі, сөздің иесі, тойдың егесі болады. Бүгінгі тойдың егесі Нағима анамыз бастап, Талмас пенен Тоқтагүл келіңіздер, бір қорытынды тілек айтайық. Қорытынды тілек дегенмен де бүгінгі мерекенің бітіп қалды деген сөз емес. Сыртқа шығып билеп, көңіл күйді көтеріп, мына шай дастарханның ас қайырып, батасын жасайық деген ниетіміз ғой. Қайда? Балаң үшін тербегенсің, бесігіңді ана жаны әрқашанда кешірімді. Мәңгілікке қасиетпен атаймыз ғой, 3 әріптен құралған ана деген есіміңді деген. Нағима анамызға бір қошемет бар ма? Бүгінде бір балам екеу болды деп қуанып, шаттанып жатқан жайы бар. Енді мына Мирас сенің де қайын-жұртына келіп жатқан алғашқы мына қадамың құтты болсын. Жігіттің 3 жұрты бар дейді құрметті қонақтар. Бірінші жұрты өз жұрты, екінші нағашы, үшіншісі қайын жұрты дейді. Бүгінде қайын жұрты толып, 3 жұрты толып жатқан мына Мирас балдарыңызға қошемет жасап қойыңыздар. Енді мына әрбір тойдың алдында келеміз, жаңа сценарий жазамыз, бұл әулет кім деген сияқты бәрін осы тізбектеп мына спискінің ішіне жазып жатқан кезде осындағы апалар, мына жерде құттай балдардың бәрін қуып жүрген апаларым бар осы жерде. Отырып алып, жаңағы Мирас деген баланың бір мақтауын асырған жайы бар. Мирас деген бала, ой, сөз жетпес. Кәдімгі мен кім деп жаңағы бүйтіп іздеп жатқаным сол ғой. Келгенде екі жігіт келді, бірақ қайсының Мирас екенін осы тойдың соңына дейін білген жоқпын. Дегенмен де Мирастың мақтауын асырды, қайын жұртың сені жақсы көреді екен Мирас. Енді Мирас деген мен бір түсінігіммен айтып берейінші, бір сөзбен айтқанда, Мирас деген жігіт ер азаматқа тән қасиеттің барлығы бір тұла бойынан табыла білетін азамат екен. Солай ма? Екі ортаға салып атқан алтын көпірлерің мықты болсын. Барлықтарыңа мені сыйлап келгеніме сау болыңдар. Мен Ақтаудан ат тербетіп келіп атқан мен нағашы апама да рахмет, апама, көршілеріме, бәріне де рахмет, сау болыңдар. Осы құдалықтың себепшісі 2 жас 2 балам бақытты болсын. Осы құдағайлар, ал құдалықтарың мұңжылық болсын. Ал құдағай, менен кетті, сізге жетті. Ал жақсын асырып, жаман жасырып, білмеген үйретерсің өзің. Менің қызым кішкентай еді, кішкентайынан оқуға кетті. Бақытты болсын, тек жыламай жүрсе болды. Бала деген бәрібір анасына кішкентай болып қала береді. Ал құдалар, құтты болсын, бәріңіздің алтын көпірлер мұқты болсын.
Кішкене айып етпейсіздер, құттай. Обалжы бәрін. Қош келдіңіздер, тек қысқа алтын көпірлеріңіз құтты болсын. Сіз біз болып сыйласып жүре берейік. Тек бақытты болсын. Сіздің келіншегіңіз қайда өмірлік жан? Мұлтығауы біздің үйімізге келгенге қуаныштымын. Рахмет. Екі баламыз бақытты болсын. Осы айтылып жатқан қонақтардың тілектері қабыл болсын. Бар жақсылықты тілеймін өмірдегі. Екеуің мәз болып бақытты күндерің көп болсын. Бала шағаларында көп болсын, салиқалы ұрпақ көп болсын. Қуанышымызға ортақтасып, алтын уақыттарымызды бөліп жатқандарыңа көп-көп рахмет. Рахмет. Енді мына ұзатылып жатқан қызымыз, дана қызымыз деп айтып жатсыз ғой. Басында дана дегенге мен ойлаған, басқа біреудің тойына кіріп кеткен жоқпын ба деп. Маған Малика деп жазып берген сияқты еді. Өздеріңіз еркелетіп дана деген есім қойған екенсіздер. Дана қыз болсын, дара қыз болсын деп те осы үлкендерінің кереметтей өздерінің есімдерін қойған. Енді баяғының шалдары сол ғой, баяғының апалары біздің қойған жаңағы есімді мойындамайды да өзінше өздері ат қойып сол есіммен атап кететін жайы бар. Енді ол үлкендерді сыйлаудың бір құрметі деп ойлаймын. Енді сізде кішкене қобалжып жатсыз, манадан көзіңізге қарап тұрмын, сәл жасалып жатсыз. Енді ешқашанда жыламаңыз. Осындай қуанышты мереке әулетіңізден арылмасын. Көзіңізден шыққан әрбір жас тек қана қуаныштың көз жасы болсын. Иә. Әрине, қыз беру оңай емес, апа. Мен оны түсінем. Бауыр етіңді жұлып бергенмен бірдей. Қазір мен жас болсам да, мен де бір қыз беріп отырмын, білетін шығарсыз. Бірақ мен сәдекке беріп отырмын пока. Ертең бұйырса, Алла қаласа осындай күнге жеткеймін деп өз-өзіме тілеп жүрген жайым бар. Ал енді мына апам жылап жатқанына қарап есіме түсіп жатады. Мына қыз беру деген оңай емес дейміз ғой. Баяғыда осындай қуанышты мерекеде қыз беріп жатқан бір ағамыз жаңағыдай жылап барып, не істерін білмей анда кіріп, мында шығып, жылап жүріп барып, үйінде бір бұрышқа барып шаршап ұйықтап қалған ғой. Сөйтіп мамамыз ұқсаған бір мамамыз бар, үстіне көрпесін жауып, жаным-ау, манадан бері неге жылап жүр десем, ұйқысы келіп жүр екен ғой деп айтыр. Сол айтқандай енді мына қыз беру деген оңай емес, құрметті қонақтар. Енді бүгінгі қуанышты мерекенің иелеріне, бүгінгі тойдың басты кейіпкерлері, себепкерлеріне бір қошемет жасап қолдап қоймаймыз ба? Тілектерімізді арнап болдық па? Ендеше мына Шайдасарханның батасын жасай берейік, Ұстат қой. Малика ғой, Малика деңіздер, дана деңіздер, білмеймін, өздеріңіз қараңыздар. Бірақ та осы екі жастың есімдері керемет есім. Осы есімге сөз құрап, сөйлем құрастырып, керемет бір тілегін арнаған қонаққа бір жақсы сыйлық бергім келіп тұр. Мейірімді, ибалы, инабатты, рақымшыл, бір сымбатты бала болып жетсін дейді. Анама? Ақылды деп отырмыз ғой. Ардақты, ақылды, бір ибалы, инабатты, бір жақсы бала болып, 40 мылтық ауылының бір атағын шығарып жүрген бала болсын. Жоқ, шынымен ғой. Балам екенсің, әжесіне де сөйтіп айтам екен. Мақтап жатырмын мен сіздің. Оң жолына бастасын, не тілесе әзірет, бәлеғас ғазет, арзу дабырайлет. Үйдегі дүздегін аманет, садақасын қабілет. Мединада Мұхаммед, Түркістанда Қожахмет, қасында бар соғатам, Оғландыда Пірбекет. Самда барақпенен асау барып естігеде ер құсай, Маңғыстауда 362 әулие қолдағай. Мына қосылып атқан балдарымыз бақытты болсын, өніп өссін, қатарларының алды болсын. Тек өніп өсіп, өрлі шүбірлі болып, осы екі ауылдың ортасында алтын көпір мықты болып, тек сіз біз болып ойнап күліп қатынаса берейік. Тойларың тойғыласын, балдарымыз бақытты болсын. Амин. Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sıratal mustaqim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim ve'l-âdîn. Subhane rabbike amma yasifûn. Selamun alel mursalîn. Elhamdülillah. Tebesine ötken ata babalarımızdan geçen dummalarımızın, Kuda jegzatlarımızın жатқан жерлері жайлы, топырақтары торқау болып, желеп жата көрейік. Тойдың төрінде менің әрбір тілегімді тыңдап жатқан жайы бар. Енді аға, мен сізге бір бата берейін, жас тілегі қабыл деген қолыңызды жайыңыз. Тектіліктен бойыңызда азғар басым
ешқашан еш жеріңіз ауырбаға сыздамасын. Қазір осы құдалық тойдан аман есен шыққаннан кейін телефоныңызға әп-әдемі бойдақ кемпірлер звондасын. Әмин.
Esimden ırkıvan Hali hamam yadımda Kalgın dedin yanımda Sene candan sevgilim En güzel kodumda Şikulik, şikulik Esnafta sevgimizde en şikulik Koş şikulik, koş şikulik Kızgınardı senin ben şikulik Şikulik, şikulik Esnafta sevgimizde en şikulik Koş şikulik, koş şikulik Kızgınardı senin ben şikulik Hali hemen yadımda Kalgın dedin yanımda Seni candan sevgilim Ay 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 canım, ay 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 canım Thank you.
қыздар ай